Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есімдік. Жалпы есімдіктің атауларын орысша түсіндіретін болсақ, олардың баламасы мынадай болады. Есімдік местоимение. Жіктеу есімдігі личное местоимение. Сілтеу есімдігі указательное местоимение. Сұрау есімдігі вопросительное местоимение. Өздік есімдігі возвратное местоимение. Болымсыздық есімдігі отрицательное местоимение. Белгісіздік есімдігі неопределенное местоимение. Жалпылау есімдігі определительное местоимение. Бұл орысша баламалары сәйкестендіріліп алынған. Алдарында тұрған суретте торсық ыдысы мен кеселер түріндегі есімдік берілген. Торсық ыдысы, білесіңдер балалар, қымыз құюға арналған ыдыс. Бұл жұмысты мектепті бітіріп кеткен сынып оқушылары жасаған. Чулисова Александра мен Мамыкова Виолетта деген екі оқушы жасаған жоба жұмысы. Енді осы суретке мұқият қарайық. Мына жерде біз торсықты көріп тұрмыз. Торсықтың бас жағында есімдік деп жазылған, ортасында зат есім, сын есім, сан есімнің орнына қолданылатын тырнақшаның ішінде орынбасар сөз табы деп аталады. Демек, орынбасар – это заместитель. Местоимение. Демек, ол зат есім, сын есім, сан есім, тағы басқа кей жағдайда сөз таптарының орнына қолданылатын сөз табы. Міне осы торсықтан біз қымызды құятын болсақ, жіктеу есімдігі мысалдары берілген, сілтеу есімдігі мысалдары берілген, сұрау, өздік, белгісіздік, болымсыздық, жалпылау екен. Бұлардың әр қайсының өзіне қатысты өз мысалдары бар, және есімдіктің дара және күрделі түрі де көрсетіліп берілген. Біз бағдарлама бойынша 5-ші сыныпта есімдіктің жіктеу, сілтеу, сұрау түрлерін өткенбіз. Ал осы 6-шы сыныпта өздік, болымсыздық, белгісіздік, жалпылау есімдіктерін қолдану жағдайын қарастырамыз. Сол үшін келесі таныстырылым слайдтарға назар аударамыз. Бірінші өздік есімдігі. Өздік есімдігінің өзіндік ерекшелігі неде? Ол тек өз сөзімен байланысты. Оған тек өз сөзі жатады. Өздік есімдігі өз сөзі. Ол көптеледі, демек көптік жалғауын қабылдайды. Септеледі, қазақ тіліндегі жеті септікті қабылдайды. Жіктеледі, бірінші, екінші, үшінші жақта жекеше көпше түрде, және тәуелденеді. Зат есім мен жіктеу есімдігінің орнына жүреді. Мысалы, өз жұмыстарын, өзімнің балам. Келесі түрі болымсыздық есімдігі. Бұл еш сөзі мен есімдіктің басқа түрлерімен бірігу арқылы жасалады. Мысалы, еш кім, еш қашан. Дәнеңе деген сөзде жатады болымсыздық есімдігіне. Сөйлемде жоқ, емес сөздермен және болымсыз етістікпен байланыста болады. Бұған жіктік жалғауы жалғанбайды. Болымсыздық есімдігін орысша не, ни сөздермен байланыстырып түсінуге болады. Никто, ничего деген сияқты. Келесі белгісіздік есімдігі. Белгісіз, неопределенный, неизвестный. Әр, әлде, қайсы, кей сөздермен байланыста жасалады. Мысалы, әр, каждый, әр қашан, всегда, әлде бір, некоторые, әлде кім, кто-то, қайсы бір, кто-то, кей бір, некоторые, бірдеңе, что-то. Белгісіз. Келесі түрі жалпылау есімдігі. Екі немесе одан да көп заттарды біріктіру, жинақтау, топтау мағынасында болады. Жіктелмейді. Зат есім орнына жұмсалғанда тәуелді барып септеледі. Мысалы, біз көп кездестіретін бәрі, түгел, күллі, барша
барлық сөздері осы жалпылау есімдігіне жатады. Егер орысша баламасына келтіретін болсақ, онда все мағынасымен сәйкес аламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы алған теориялық білімді қазір тәжірибелік жұмыста салыстырмалы түрде дәлелдеп көруге тырысамыз.